Қайырлы күн. Бүгін біз баланы қалай ЕГОВқа тіркеу керек, сол жайлы айтатын боламыз. Яғни баланы базаға тіркеу керек деп жатыр. Себебі баланың атына счет ашылады. 18 жасқа дейін балаға ақша төленіп тұрады деген. Егер бала базаға тіркелмей қалса, онда оған счет ашылмай қалып, ақша түспей қалу қаупі бар. Сол үшін балалардың барлығы тіркелген, тіркелмегенін тексергендеріңіз жөн. Ол үшін біз телефон арқылы ЕГОВ приложениесіне кіреміз. Осы жерде астындағы профиль бөліміне кіреміз. Осы жерде міне отбасы бөліміне кіреміз. Мына жерде міне жұбай, балалар деп тұр. Балалар бөліміне кіресіздер. Осы жерде мен бүкіл баланы тіркеп қойғам. Енді сіздер тіркелмеген болса, сіздер баланы қосу дейсіздер де. Осы жерде инін жазып, қосу батырмасын басып, енгізіп қоясыздар. Ақпарат пайдалы болған болса, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздермен тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.